Елді қорғау ер азаматқа берілген үлкен мәртебе. Соны абыроймен атқара білген Ұлы Отан соғысының ардагері Арынұлы Әбдіқадыр әкеміз 1914 жылы 25 желтоқсанда Қызылорда облысы Сырдария ауданы Қайырсуат ауылында дүниеге келген. Руы Қыпшақ, 5 арыс тұяқты, әлке. Мектепке 1920 жылы түсіп, 1927 жылы оқуды бітірген Әбдіқадыр әкеміз 3 сыныпты арабша оқып, кейін 1930 жылы Қызылорда қаласындағы бухгалтерлік есепші курсын бітірген. Еңбек жолын алғаш 1930 жылы Қайырсуат ауылында есепші болып бастайды. Асқар Тау Әбдіқадыр әкеміз 1938 жылы аяулы анамыз Жахан қызы Жәмішпен отау құрған. Жәміш анамыз 1921 жылы 10 желтоқсанда Қызылорда облысы 17 разъезде дүниеге келген. Руы Қыпшақ, шашты Бушай. Еңбек жолын облыстық ауруханада, макарон цехында, аяқ киім фабрикасында жұмыс жасаған. Ата-анамыз өмірге 3 ұл, 2 қыз дүниеге әкеліп, өсіріп, тәрбиелеп оқытқан. 1939 жылы әкеміз отан алдындағы борышын өтеу үшін Совет армиясына шақырылып, ел алдындағы әскери міндетін өтеумен қатар, Иран мемлекетіндегі сұм соғысқа дайындық жасап, әскери жаттығуда болған. Ираннан 1940 жылы Ұлы Отан соғысына 117-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының қатарына аттанды. Кейіннен соғыста аман қалған жауынгерлермен бірге 8-ші гвардиялық атқыштар бригадасында, 81-ші теңіз атқыштар бригадасында, 107-ші атқыштар бригадасында және 23-ші мото атқыштар танковый дивизиясында Арынов Әбдіқадыр қатардағы жауынгер, ефрейтор болып, соғыста Карченско-Эльтигенская десанттық операциясына, Житомирско-Бердичевская операциясына, Проскуровско-Черновицкая операциясына, Львовско-Сандиморская операциясына, Сандиморско-Силезская операциясына, Нижесилецкая операциясына, Берлинская операциясына, Парижская операциясына қатысқан. Қайсар жауынгер елін, жерін қорғау жолында өзінің ерлігін, батылдығын көрсетіп, соғыс майданында жаумен бетпе-бет келіп, талай жарақат алып емделген. Әкеміз Ұлы Отан соғысы кезінде біраз елдерде шайқаста болды. Ресей, Украина, соның ішінде Тригоровская, Краснодарский край майдандарында жаумен соғыса жүріп, дивизиядағы партиялық құнды құжаттарды алып, рота командирлеріне әкеліп тапсырып отырған. Сонымен қатар, мерт болған солдаттардың да порт документтерін сол жақ қалтасына жүрегінің тұсына сақтап, батылдық көрсетіп, келесі ротадағы дивизия командиріне жеткізіп отырған. Әсіресе, Крым соғысында қаншама оқтың, бомбалардың арасында жүріп, өжеттілігі мен батылдығын көрсетіп, өзіне жүктелген бұйрықты мұқият орындап, жауапкершілікпен қарап, өз міндетін ерлікпен көрсете білген. Әбдіқадыр әкемізге соғыста ефрейтор атағы беріліп, қанды шайқастарда ерлік танытқаны үшін медальдар мен ордендер табысталған. Соғыста Крым, Севастополь, Симферополь, Кречхерсон қалаларын азат еткені үшін орден славы орденмен марапатталған. Сондай-ақ маршал Буденныйдың қолынан боевой красный знамение орденін алған. Сонымен қатар, алапат соғыста берілген бұйрықты бұлжытпай белсенділікпен орындағаны үшін за отвагу медальмен 6 рет марапатталған. Ардагерлердің арқасында біз бейбіт күнде өмір сүріп жатырмыз. Ата-бабаларымыз әрбір қазақты өзінің бауыры санап, ұрпақтары үшін қасыққаны қалғанша күресті. Ақыр соңында жеңіс туын желбіретіп, бейбіт күнге қол жеткізіп, 1946 жылы Сұрапыл Ұлы Отан соғысынан аман есен елге оралды. Соғысқа қатысқан әрбір ардагер батырларымыздың есімі мәңгі тарихта қалады. Еліне оралған жауынгер азамат Әбдіқадыр әкеміз еңбек жолын
1946-1956 жылдары Қызылорда облысы Жетікөл ауылында қырманда есепші болып, кейіннен жұмысшылар кооперативінде дүкенші болып жұмыс жасаған. 1956 жылы отбасымен Қызылорда қаласына көшіп келіп, қалалық жұмысшылар кооперативінде еңбек жолын әрі қарай дүкенші болып жалғастырған. Ұлы Отан соғысының ардагері, қайсар да батыр, ержүрек Әбдіқадыр әкеміз 1986 жылы 5 қазанда дүниеден озды. Арынов Әбдіқадыр әкеміз бүгінде үлкен отбасы иесі, 5 бала тәрбиелеп өсірді. Олардан 22 немере, 59 шөбере, 7 шөпшек тараған.